Қабыл болсын. Бәрекелді. Ал енді, қадірлі меймандар, бір минут бола ма? Бүгінгі дүбірлі тойымыздың ерекшелігі қаншама Қарағанды шаһарының өнерпаздары алдарыңызға келіп, тойларыңыздың шашпауын көтеріп, өздерінің өнерлерін паш еткізіп алдарыңызда шашуда. Сол өнерпаздарымыздың бірі Жасмин триосы той төрінде. Баршаларыңызды биге шақырамыз. Ал кеттік. Жасмин триосы, қарсы олыңыздар. Ай, бәрекелді, той құтты болсын, Қарағанды. Баршаңыз ұртығы биге шақырамыз. Алдарыңызда трио ортаға биге келіңіздер. Той құтты болсын. Bir dostum şakırıptı Almatı'ga Belirsiz dostlarım koyup Almatı'da Şu dostum en salamız Bir gitten kar salamız Almatı'da Almatı'da Şu dostum en salamız Bir gitten kar salamız Almatı'da Almatı'da Şun dostlar жүрмекен Өмірі көрмекен Достарым қайда деп Сағынып жүрмекен Алматыда Алматыда Шын достар жүрмекен Өмірі көрмекен Достарым қайда деп Сағынып жүрмекен Алматыда Алматыда Ай, бәрекелді. Баршаңызды ортаға биге Маңғыстаулар қандаласы Ақжүрек Ақтау қаласы Ақтауда менің досым бар Сыйласып тапқан жарасым Маңғаз Маңғыстау даласы Ақтаудың ардай баласы Жүрегі досым деп тұрған Досыма осы ән арналсын Досым бар менің Ақтауда 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 Тактайды досымды мақтауға мақтауға Досым бар менің Ақтауда 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 Тактайды досымды мақтауға мақтауға Біздің ауылда тұратын қыз теңейді немсіз ылаңға Сағынғанда құшақтасам опымды басып Отырғызып сіз секілді қызды жадында Сөзі бола ма сөйлесейік түстігімдер біздің араға Сағыныштың қылын шертем гитарамменен Күзгі далада сағындым екен Көре алмаймын мен болашақ жарымды бөтен Есе түсіп қалар деумен сезімді шерен Ей жаным күндерен Мінекей баршамыз бірге. Бақыт іздеп жүргенде Көңілге мұң кіргенде Жабырқаулы жүргенде Таптым ау сені Сырланғанда айналам Өзің жайлы ойланам Жалғыз қалып қойғанда Таптым ау
продолжаем. Маэстро музыка. Ортадан кетпеңіздер. Балқия, 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 балқия. Кездестік біз сол кеште тойда, дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, қодаша қыз молодая. Билеп шықтым ортаға қарай, қодашаға құшақ жая. Ей қарындас есімің қалай? Дара Гая, есімің Балғадиша емес Балқия. Қодаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есімің Балғадиша емес Балқия. Қодаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Бәрекелді. Сыртта жүрген қонақтар баршаңызды ортаға биге шақырамыз. Балқия қыз ерінің балдай, махаббатқа жүрегім мас. Бара жатыр теңеуім қалмай, алма мойын қиылған қас. Сені сүйсем Балқадишаны, сені сүйдім Балқия жан. Сыйға тартыман падишаным, танцуй, мадам. Есімің Балғадиша емес Балқия. Қодаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есімің Балғадиша емес Балқия. Қодаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Есімің Балғадиша емес Балқия. Қодаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есімің Балғадиша емес Балқия. Қодаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Ай, бәрекелді. Ортадан кетпеңіздер. Келесі ән тағы да сіздердің құрметтеріңізге арналады. Айқын-шуларыңыз естілмейді. Қарағанды. Бүгін той, бүгін қуаныш. Сыртта жүрген қонақтар баршаңызды ортаға биге шақырамыз. Той құтты болсын. С вами трио Жасмин. Алыс манзылlarda, сағыныш қалды дилларда, sevgimizga izlari bor. Jon
dalam badan. It's my life, take it or leave it, set me free. What's your creep when you it's all? I got my one life, you got your one life. Living life and set me free. Mind my business and leave my business and never receive when you it's all. Very little knowledge so dangerous. Stop bugging me, stop bugging me, stop bugging me, stop listening me, stop fighting, stop leaving me. It's my life, 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 it's my life. You understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling me how to do my business. Take a trip to west and west. Find some do the new and missing. Everything's getting terrible too. Sometimes have to look at this so you can be the man for me. Little knowledge in the race. It's my life, 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 it's my life. Ой, нас цыгане, есть 90. Играет медаль, мистер Кредит. Танцы на улице до рассвета. В кармане жвачка. Жуешь аппетитно. А землю спортивную и возьми книгу. Районский прикиньте, мы будем на стиле. Ключи от напеда уже наготове. Учусь покорять девок района. Мы дети из 90-х. Без интернета все было просто. Нет айфона, есть Моторола. Пьем не без водой, сам вместо колы. Делали историю без инстаграма. Ходили на стрелки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Жаль, что детство не вернуть обратно. Денеңді болса, бұл дискотека из 90. Магнитофонны барына қоса, ойнасың әнді из 90. Ай, на 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 най, на 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 най. Най, на най, най, на 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 най. Най, на най, на 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 най. Най, на най, най, на най. На на най, на 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 най. Най, на най, най, на най. Ты цыганка, я цыган, оба мы цыганы. Ты воруешь лошадей, а я ворую саней. Ты воруешь лошадей, а я ворую саней. Най, на 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 най, на 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 най. Най, на най, най, на 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 най. На на най, на 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 най. Най, на най, най, на най. На на най, на 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 най. Най, на най, най, на най. Эх, раз, еще много раз. Қазағымның тойлары қандай әсем болады. Раз, еще много раз. Қазағымның тойлары қандай әсем болады. Калинка моя, саду ягодка малинка моя. Калинка моя, саду ягодка малинка моя. Калинка моя, саду ягодка малинка моя. Калинка
калинка моя, саду ягодка, малинка, малинка моя. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сон. Там смулянка, молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зоркие летние встречать. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Қашан жолығам, түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам, жанымды ұлғар жанадам, өзіңе қашан жолығам. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйді жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйді жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Жоқ деме жаным, сен үшін күйді жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйді жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Құрметті ханымдар мен мырзалар, көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жақсы болса бір әудек қойықш, айқай шу қол қошемет бар ма? Аңсар батыр ұлымыздың тойы құтты болса! Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Represent. Рахмет. Бәргелді, баршаларыңызға алғысымыз шексіз. Осындай көтеріңкі көңіл күйде дүбірлі тойымыздың екінші бөлімі, яғни екінші Ақ-дастарханды бастауға рұқсат еткейсіздер. Ең алдымен маған осы кім айтады? Біз осы қазақ елі қандай халықпыз? Кім айтады? Біз қазақтар қандаймыз? Қонақ жайлы тағы бар ма? Момын, жомарт, жалқау дейді. Ойба. Жақсы. Енді рұқсат болса, қысқада нұсқағып өзім айтып берейін. Құлақ астындасаңыздар, нұр үстіне нұр дейміз. Ұнамаған адамын сындыратын қазақпыз. 9 ай сайын әйелін тудыратын қазақпыз. Әйелім туды, давай деп жудыратын қазақпыз. Ішіп алсақ, жыртам деп айқайлайтын қазақпыз. Майға піскен бауырсаққа май жағып жейтін қазақпыз. Кредит алсақ банктен қайтармайтын қазақпыз. Кризиске қарамай той жасайтын қазақпыз. Тойларыңыз тойға ұлассын.
Бәрекелді, құрметті ханымдар мен мырзалар, тек қана сіздердің құрметтеріңізге арнайы Европа мейрамханасының аспазшыларының дайындаған екінші ыстық тарту етуге рұқсат еткейсіздер. Дамы и господа, только сегодня, только сейчас и только для вас. Второе горячее блюдо. Встречайте. Екінші ыстық ас. Ал, қадірлі меймандар, мінекей алдарыңызға ас қойдық. Екі қолды бос қойдық демекші. Астарыңыз дәмді болсын дейміз баршаларыңызға. Және де екінші ыстық ас қарсаңында ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем, әуезді әнде болсын деген ниетпен біздің тарапымыздан бір ән шашу кетсін. Ал сіздердің тараптарыңыздан би шашу кетсе, нұр үстіне нұр дейміз. Қандай би десеңіздер, әрине де ол вальс биі. Эх, керемет вальс! Біреудің әйелімен билеуге шанс дейма не деуші еді. Тамаша. Қазақтың керемет әні сұлу қыз. Бірге орындайық, той құтты болсын. Ал келіңіздер, би алаңына ағаларымыз, жеңгелеріміздің қолынан ұстап, вальс биіне шығыңыздар. Танцуем вальс. Ертеңнен бір сұлу қыз суға келеді, суға келеді, суға келеді. Ат жетекте бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді, еріп келеді. Танысып көрмебем бұрын қызбен. Менің атым неге керек, айтшы жас жігіт. Айтшы жас жігіт, айтшы жас жігіт. Бір көргеннен қалдыңыз ба мені шын сүйіп, мені шын сүйіп, мені шын сүйіп. Тоқтаңыз сұлу қыз су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмебем бұрын қызбен.
Рахмет. Вальс билеген екі апама қаттырақ қошемет ұрып қойықшы. Put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and Былай ем байқағам, вальс биін түбін түсіреді екенсіздер, я? Мен айтам да, вальс биін түбін түсіреді екенсіздер, я? Неге? Или мен айтқан әнім ұнамай қалды ма? Менің орындауым дұрыс болмады ма? Не болды? Әлде оның бәріне екінші ыстық ас кінәлі ма? Ыстық күйінде келген сол кінәлі ма? Ай, жақсы. Астарыңыз дәмді болсын, ардақты ағайын. Екінші ақ дастарханымыздың шымылдығын керемет бір апамның бұйымтайы бар еді. Осы дүбірлі тойымыздың төрінде отырған, үлкен апамыз. Мархаба апа, қайдасыз? Мархаба апа. Апам қайда? Осы арнайы тойға дайындап алып келген, өзінің қоржыны бар екен, соны табыс етсе. Рұқсат болса, апамызды қошеметпен қарсы алайық, бар ма? Арнайы әдейлеп, мінекей Аңсардай батыр ұлдарыңыздың қуаныш тойына әдейлеп дайындап алып келген қоржыны кімді іздеп тұрсыз апа? Той иелерін ба? Жарас аға, Әйгерім, жеңгей, келіңіздер. Сіздерге мінекей әдейлеп апамыздың дайындап алып келген қоржыны табыс етсін. Жарас ағамыз қайда? Жарас аға. Жаке, күтеміз бе әлде бастай бересіз ба? Жарас аға қайда? Мама, где папа? Где, Папа там. О, қайдан шықты өзі? Жоқ жерден ат шықты, папа там дейді, бәрекелді. Ал сіз кішкене ортаға қарай келіңіз. Дүйім жұрттың бәрі көрсін. Ал апа, міне. Жаңа ұмытып кетіппіз енді. С возрастан көп нәрсені ұмытып кетеміз енді, Алла кешірсін. Сол кішкене тойбастарымыз бар, тойбастарсыз қазақ жүрмейміз ғой. Жарас пен Әйгерімге арнайы өзім жасап алып келген тойбастарым бар. Осы кішкентайдың жолы, осы кәмпит сықылды өмір тәтті болсын, жолы ашық болсын, Алла тағаланың назарында жүрсін әрқашан. Өздеріңе тек қана айтып отырмын ғой, Алланың нұры жауып, Алла қолдап жүрсін әрқашан. Өмірлерің жайнап, жарқырап, дәулеттерің өсе берсін, армандарың бәрі орындалсын. Сол кішігірім жаңа ұмытып кетіппін әне. Вот такая апашка. Рахмет. Қайта есіңізге түскен. Тамаша, қошемет ұрып қояйық, той құтты болсын. Фотоға түсіп олайық. Апа, асықпаңыздар, қоржын ұстап тұрып, фотоға әдемілеп түсіп олыңыздар. Бүгінгі той ертеңгі естелік. Ардақты ағайын, бүгінгі күн ертеңгі тарих. Әдемілеп естелікке түсіп олайық. Алла разы болсын. Апа, ал, құтты орныңызға жайғасыңыз апа. Алла разы болсын сізге. Алғысымыз шексіз. Той құтты болсын. Қара көзім, сұлуғап қара көзім. Тамаша. Ендеше, қадірлі меймандар, дүбірлі тойымызды әрмен қарай жалғастырсақ, екінші ақ дастарханға өздерінің ақ тілектерін сармайдай сақтап келіп отырған бұл жерде бір топ туған туысқандарымыз бар екен. Ендеше, той төріне, келесі әдемі ақ тілек кезегіне Жарас ағамыздың бір топ бауырларын, күйеу балаларын және бажаларын шақырамыз. Есімдеріңіз атайтын болсақ, Дәурен Гүлім, Әзірет Назира, Думан Динара, Мейрамбек Айша, Нұрсұлтан Мадина, Ғали Динара және Баян. Келіңіздер, той төріне. Тілекте жазылған кезде деймді, бауырлары, күйеу балалары, бажалары деп жазылды ғой құдай. Не болды, балдыздары, қарындастары болды ғой. Дұрыс ба? Ай, тамаш, кішкене алға жылжыңыздар. Күйеулеріңіз қайда?
Тастап кеттіңіздер ма үйге? Құдай жай. Бар мен базар. Болды ма? Или осында жүрма, сыртқа шығып кетті ма? Жоқ. Сыртқа, өтіргі расалдан. Мына кісінікі сыртқа шығып кетті. Жайды, алға қарай жылжыңыздар. Алға. Телефоны бар ма? Звондаңыз телефон. А? Телефоны істемейді? Құдай. Спид? Ой, болды, кісілер барды деп ұра береді екен. Жарайды. Бос емес дейсаңыздар, сіз құдай. Тамаша, ал келесі әдемі ақ тілек кезегі. Ардақты ағайын, сәл назарды құлақты бері қарай бұрайық. Рахмет. Ал, ой, спид қайда кетіп болды? Пока его разбудит, пока вы начинайте. Жарас Айгерім, бүгін тойы құтты болсын, самое главное Ансарға дейін сау болсын, үлкен азамат өссін, бабушкалар, дедушкалар аман болсын, тай-тай қадамы құтты болсын, шаңырағына бақытты болыңдар негізі. Чуть разволновалась. Самое главное в вашей семье здоровье, счастье, благополучие, достатка, побольше детей вам. Айлин мен Ансардың қызығын көре беріңіздер. Сәлеметсіздер ма? Жарас. Жарас Жезде, Айгера. Поздравляем вас с таким праздником. Үлкен той. Ансар пусть растет, самым главным, счастливым, умным, задорным, веселым мальчиком. Чтобы родные и близкие всегда были рядом. Айлин и Киулер радует пусть вас. В общем, чтобы все дороги были перед ним открыты, встречались только хорошие люди. И родные и близкие всегда были рядом как можно дольше, как можно больше, чаще. Поздравляем вас. Спасибо. Этот спид-то не получилось разбудить. Дальше. Ладно. Шаршаған ғой енді тойға. Қиын ғой тойда, қалай жүре бересің? Қайырлы кеш, тойшыл қауым. Біздің мына бауырымыздың туған күні құтты болсын, бірінші қадамы құтты болсын. Салиқалы қаладан, тәрбие ата-анадан, қайда жүрсе де Алланың нұры жаусын, ең бастысы дені сау болсын, мықты болсын. Мықты тұлға болсын, өздеріңіздің көкіректеріңізді көкке көтеретіндей қуанта берсін. Айлиннің арқа сүйер бауыры болсын. Сол барлық жақсылықты тілеймін. Амин. Так, сіз қосыласыз ба? Күшті. Осындай кісілерді, осындай қонақтарды жақсы көремін, қосыламын дейді ғой, күшті. Тамаша. Ал әдемі айтылған ақ тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын дейміз. Дүбірлі той, осындай қуаныш әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызға жұғысты болсын. Естелікке суретке түсейік, әдеттегідей ағамыз бен жеңгемізді ортамызға алайық, бір-бірімізді құшақтайық, бір қатарға тұрайық. Ал. Тағы да бір ойынға бет бұрайық. Маған 2005-тен былай қарай жас бір екі адам шақырып беріңіздер, жас. 2005 қыз бала, ұл бала без разница. 2005-тен жоқ бір 20-ға дейін бір 19-да деген сияқты. Кім бар? 90 не пойдет? Нет, не пойдет. Жас бала керек, жас бала. Мына жастарды ма? Кім? Ерасыл? Кім ол Ерасыл? Ерасыл, сосын Айым, все, Айым, пойдемте, екі адам жетеді. Айым, Ерасыл, встречайте! Айым, Ерасыл. Ералы, да? Ерасыл деді ана кісі, Ералы екен ғой. Этот, вы ругаться выходите, да? Нет. Драться выходим? Жоқ. Кішкене билеп шықсаңыздар, той емес па? Это же той, это праздник. Давай, с подтанцовкой опять. Опять туда, а? Точно ругаться вышла со мной. Надо туда пойти и подтанцовкой прийти. Давай, ни пуха, ни пера. Ал, Ералы, покажи. Жер, Ералы! Айым, жер! Эй!
Күшті билейді екен екеуі, иә? Ералы Мәншік ханымның ұлы ғой, иә? Мәншік ханымның ұлы. Ералыға бір қаттырақ қошемет ұрып қойып. Енді бұларға против ойнайтын тоже екі кісі, бірақ уже 60 плюс кеттік. Кім шығарамыз? Мына кісілер 21 ғасыр ғой. Енді 20 ғасырдан бір екі кісі, бір андай активный кісілер керек. Ағалар, апалар. Жәке, 60 плюс дейм. 60 плюс дейм. 50 не пойдет? Нет. 60 плюс керек. Бір активный, кішкене сөйлеп қалған апаларымыз, ағатайлар бар ма? Аталарымыздан бір 60 плюс. Ал, кім? Қайрекен қасына бір әйел кісі шықсын, бір апалардан. 60 плюс, кім бар? Кішкене, не, андай, шустрый кісілер. Жоқ, энергичный емес, әйтеуір, сөйлеп қалған болса, бұл. Жүгіртпейм, секітпейм, просто сөйлеп қалған. Қайрекен қасына кім? Гүлшат тәте, қайсы? Гүлшат тәте. Кана, Гүлшат. Ойбай, Гүлшат тәте. Сізді қартайтып сал. Нешеде? 55-те? 56. Ойбай, жап-жассыз ғой отырыңыз. Кім бар? 60 плюс. Кім? 60 плюс керек, 60 плюс. Алма тәте. Жүр. Алма тәте что-то не хочет. Кішкене шустрылы адам керек, сөйлеп қал. Руслана тәте, жүріңіз. Руслана тәте, Қайреке, жібергені. Менде сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәуле, менде сенің жақсы әнің. Қайреке, бері. Руслана тәте, бері. Ай, шыққандарыңызға рахмет сіздер. Мына жаққа тұрасыздар. Сіздер 20 ғасыр деген команда, екеуіңіз тұрыңыздар. Билемейміз, жүгірмейміз, уайымдамаңыздар. Жай тұрасыздар. Сіздер 21 кішкене артқа. Енді ардақты ағайын, экранға назар аударайық. Ойынның аты 20 ғасыр против 21 ғасыр. Кім мықты? Енді сіздерден сұрайтын үлкен сұраныс. Пожалуйста, өтінемін. Please, 3 тілде сұрайым сіздерден ше. Үндемей тыныш отырамыз. Подсказка бермейміз. Кім подсказка береді, сол кісіге индрайвердан такси шақырамызда сразу үйіне қайтарып жүреміз. Жақсы ма? Үндемейміз. Бұл кісілер өздері жауап береді. Экранда белгілі бір суреттер шығады. Сол суретке қарап, сол заттың атын табу керек. Как это называется? Понятно, да? Сіздер осы кісілер ғана жауап береді. Сіздер просто тыныш отырасыздар, ләззат алып, болады, отдохнем дейді, кішкене дем алып, қызық көріп, подсказка бермейді. Руслана тәте, тыныш отырамыз. Кім подсказка береді, сол кісіге штраф 10 000 теңге. Лично менің қалтама. Кому сейчас легко? Выкручиваться надо. Мен да тойдан кейін VIP таксимен үйге қайтқым келетін шығар, может. Кто его знает? Жақсы, итак, мы начинаем. 21 ғасыр. Что на экране? Как это называется? Басқа қойсың. Стоп, басқасын ғой. Ол емес, одан кейін өзгертілгені бар. Ол емес дейм. Ой, бұл. Жоғый, ауыстырындар. Бір қошемет ұрып қояқ, шабалақ бар ма? Сен аржемайды өзіңе тықсыш. Аржемайды өзіңе салсың, істейді. Тез етіңіздер. Ау, жарағыны, сіз білесіз, жоқ, на кісілер біле ма вообще? Знаете, что это было вообще? Старая стиральная машина. Молодец, старая стиральная машина дейді. Қошемет ұрып қояқ, молодцы. Ойының шартын примерно түсіндіңіздер ғой, иә? Тез етіңіздер, маэстро. Сіздер қызықсыздар, бағанада неге дұрыс вариантын дайындап қоймадыңыздар? Ана вариант вообще өшіртсеңіздер, керек жоқ. Қайдан тауып алдыңыз ол вариантты? Жақсы. Енді қазір маэстро дайын болады. Содан кейін жаңағындай суретке қарайсыздар, атын тапсаңыздар болды. Қайреке, аяқ нормальный ма? Алып тұрған жоқ па? Тұра аламыз ғой, Руслан тәте тұрамыз ғой. 20 ғасырға поддержка бар ма? 20 ғасыр бар ма? 20 ғасыр деген 1900 деп басталатын жылдар ғой, содан бұлай қарай. 21 ғасыр. Бұлар зумеры ба, қалай?
Зумері бар ма? Ай, бітсіп позор боламыз қазір сен, оны айтамын. Так, скачать етілді ғой, я? Бірінші сурет, ана нені папканы жауып тастаңызшы, мешайт етіп тұр, бір папканың сырты шығып тұр. Бірінші сурет назар аударамыз. Мынаның аты қалай? Это что? Подсказка бермейміз. Мынау не? Любой вариант, үндемей қалуға болмайды. Не знаю деген не принимается. Тихо! Сіз тез тұрсаңызшы. Не істеп тұрсыз? Қазір мен сізден сұрағанда жауап бересіз. Пока тыныш тұрыңыздар. Қайрекені қарашы, тып тыныш тұр. Мынау не нәрсе? Сделал как киім жуғыш. Киім жуғыш. Сіз қалай ойлайсыз? Тесто катать. Аппарат. Нет? Тесто катайды. Мынаны бүйтіп айналдырған кезде ана тесто шығады, е? Тесто шыға ма? Мүмкін. Мынау не дейді? Анау мен киім жуаттаған мен сығат өзім істеген бұлдайды. Молодец! Мәншік ханымның ұлы, қошемет! 1-0. Сіз подсказка беріп тұрғандарыңызды тыныш тұрасыз. Енді қараңыз, сізден сұрайым, ал сіздер жауап беріңіздер. Мынау не нәрсе ал? Жаңа стиралка деп тұрсыз. Не бұл? Музыкальный центр ба? Музыкальный центр дейді. Музыка тыңдайды, Алисасы бар ішінде, дұрыс па? Сіз қалай ойлайсыз, Қайреке? Ну, тоже музыкальный центр. Музыкальный центр. Алиса, поставь музыку десем, музыка қой, да? Ну, Алиса емес шығар. Алиса емес, просто музыкальный центр дейді. Правильный ответ. Мынау не? Одноразка. Оған қайдан білесің одноразка? Достарымнан білем. Достарыңнан көрдің ба? Я. Өзің көрген жақсы. Жоқ. Сен қалай ойлайсың? Фломастер. Өтірік бақ. 2-0, 21 ғасыр алға шықты. Вейп. Негізгі атау вейп қой. Зумерлар одноразка деп алған ғой. Менсінбейші. Ал. Я бұл, ал. Темекі ғой, электронный темекі, вейп. Анан деп шегесін, сол кезде бу шығады. Бізге кере жоқ нәрсе. Зумерлар бізге кере жоқ ал. Так, келесі сурет 21 ғасыр. Мынау не? Подсказка бермейміз, өздері айтады. Бұл не? Какой-то баллон. Газовый баллон? Нәрсе но? Так, не нәрсе? Квас па бірден керсейтін шығар? Квас? Конкретно, по факту, не нәрсе? Айтса енді любой бір вариант. Тоже думаю для кваса. Два кваса дейді. Бұның шын аты негізі? Газировка. Газировка. Сифон для газировки. 2-1, қол қошемет, 20 ғасыр. Сифон для изготовления газировки. Естеріңізде осы. Бірақ енді бұл кісілер кішкене шамалы квас деп шамалы келтірді, но жарайды. Хорошо. 20 ғасыр келесі суретке назар аударамыз. Бұл не? Аты қалай? Өздері айтады, ешкім подсказка бермейді. Қайреке, бұл не? Это какая-то защита, что ли? Защитный каска, типа. Защитный каска. Защитный каска. Сіз қалай ойлайсыз? Кім? Қайда? Кім? 10 мың теңге. Қайда? Тыныш отырамыз. Ешкім подсказка бермейді. Не нәрсе? Білмеймін деген жоқ. Любой бір вариант айту керек. Сіздің ойыңызша бұл не бол мүмкін? Который шпага не. Шпага? Мотоцикл айдағанда киет. Мотоцикл айдағанда киетін каска. Қошемет ұрып қойыңыздар. Правильный ответ? VR-очки. VR-очки. Очки виртуальной реальности. 3-1. Мә, сіздерге не болды, құдай? Жақсы, 21 ғасыр қараймыз. Мынау не? Аты қалай? Чтобы лимон или апельсин выжимать. Выжимать лимон, апельсин? Сіз қалай ойлайсыз? Сол? Апельсиновая выжималка. Апельсин выжималка. Апельсин выжималка. Негізгі атауы? Пепельница. Басқара ғой мына. Апельсина выжималка считается 4-1. Негізі дұрыс. Апельсин, лимон, сока выжималка. Сізді вообще пепельница сіз бе? Неғыл дейді? Мен айттым ғой, сока выжималка. Ойбай, сіз үндемей тұрдыңыз ба? Мына кісі өтірікші ғой кәдімгі. Жақсы. Онда сіздер қараңыздар, 20 ғасыр сіздерге берілетін сурет. Бұл не? Ал. Она, как бы, сотканы қоясың да, за себя снимаешь. Сотка қоясың да? Иә, солай. Соны атауы? Қазақша айтып тұрмыз ғой, орысша. Сотка қоясың да суретке түседі. Дұрыс. Селфи-палка, қол қошемет.
3-те 2. А, 4, е? 4-те 2. 20 ғасырға поддержка бар ма? Тамаша, 4-те 2. Келесі суретке қараймыз. Опа, өздері айтады. Тихо. Мынау не? Шайнек. Шайнек дейді. Ішіне су құясында қайнатасың. Дұрыс па? Ал кеттік. Сіз қалай ойлайсыз? Қазан. Не пісіреді қазанда? Білмеймін, бір афганский ақсет. Афганский қазан. Қазан. Просто қазан. Сіз? Шайнек? Я. Бұның дұрыс атауы? Ам пісіретін. Ам пісіретін? Или сковородка. Электросковородка. Электросковородка. Чудо? Печь. Чудо пеш. Қол қошемет соқ қойыңыздар. 4-те 3. Жоқ, бұл кісілер просто чудо пеште атын ұмытып қалды, бірақ бұларда факт айтты. Нан пісіретін деп айттыңыздар ғой. Все, 4-те 3. 20 ғасыр. Аха. Так, 20 ғасыр сіздер өздеріңіз что-то жаман буксап айтты отырсыздар. Келесі сурет, мынау не? Атауы бар бұның. Бұл заттың атауы. А? Ине. Ине? Инелер тығып жинақ қояды. Андай болады ғой, инелер тығып қоясың. Медиатор. Ана, не ойнайтын ба? Ойбай. Гитара ойнайтын медиатор дейді. Мен мынандай жүн медиатор бірінші рет көріп тұрмын. Құлақ тазалайтын. Құлаққа саласың айды, бұрайсын, ол тазалап алып шығады, е? Құлақ тазалайтын дейді. Ана медиатор, гитара ойнап отыр. Апам ауымен құлақ тазалап отыр. Еще арасына инелерін тықып қояды. Не деген универсальный нәрсені? Так, правильный ответ? Beauty blender. Beauty blender, қол қошемет. 21 ғасыр сәл алға шықты. Beauty blender. Ал 21 ғасыр әлі қуанбаймыз. Келесі сурет сіздерге. Мынау не? Флаг СССР. СССР. Ол не СССР? Союз. Өздер, тихо. Маған енді осының расшифровкасы. Союз Соединенных. Что-то там республик. Соединенные Штаты Америка өкіп өткен жоқ па? Так, сіз қалай ойлайсыз, Ералы? СССР. Осы бір варианттар өзі үндемей қалуға болмайды, білмеймін деуге болмайды. Любой вариант. Советский Союз. Соединенных Республик. Советский Союз Соединенных Республик дейді. Соединенных. Они соединяются, правильно же? Бірақ дұрыс атауы? О, сіздерге қарап кішкен. Дұрыс атауын айтыңыздаршы. Советский. Мен анау СССР деген расшифровка ғой. Союз. О, міне, социалистических республик деп бітеді. Қошемет, 20 ғасыр. Союз жаңағы Соединенный деген олар Америка ғой. Бізде социалистический республика. Все, хорошо, 20 ғасыр келесі. Мынау не деп ойлайсыздар? Қайреке. Тихо. Өздері айтады. Планшет, что ли? Планшет дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Сотка. Сотка. Қандай сотка? Звондайтын? Иә. Звондайтын сотка. Сіз? Любой вариант. Планшет болып қала берсін, не? Планшет болып қала берсін. Негізгі оның атауы? Электронная книга. Электронная книга. Қол қошемет, 21 ғасыр. Kindle деп аталады екен. Келесі суретке назар аударамыз. 21 ғасыр. Мынау не? Осы қызық болып тұр маған, тыныш. Не мынау? Қаймақ шығаратын. Ой, мынау не? Қаймақ сүзетін аппарат. Қаймақ сүзетін атауы бар. Сепаратор. Кім баратыр дейді? Сепаратор. Не сепаратор? Дұрыс. Сепаратор. Қол қошемет, 21. Молодец. Көргенсіздер ма? Ауылда бір жерден көрдіңіздер ма? Я. Әлде Инстаграм бір жерден көрдіңіздер ма? Жоқ, ау. Молодец. Кеттік. 20 ғасыр суретке назар аударамыз. Мынау не? Бұлар кімдер? Ал. Спецназ. Спецназ. Сіз? Мен де солай ойлаймын. Енді басқасын бір өзіңіздің вариантты айтсаңыз. Немене дейсіз? Нерсе айтсаңыз? Инкассаторлар. Инкассатор дейді. Спецназ, инкассатор. Ақшаны алып алып. Так, бұл нерсе? CSGO. Бұл ойын CSGO, Counter-Strike. Қошемет ұрып қойыңыздар. Тамаша, 21 ғасыр назар аударамыз. Мынау не? Емес
Бұлар кімдер? Тихо. Өздері жауап береді. Өздері. Бұлар кімдер? Ивановский. Ивановки International? Yes. Yes, дейді. Жақсы. Сіз кім деп ойлайсыз? Битлз ма, біреулер ойнайды. Битлз? Дұрыстап қарасаңыздар, может, Алла Пугачева ма? Чего? Филипп Киркоров? Нет. Енді кім? Мен айтқан. Иванушки International. Иванушки International. Сіз? Білмеймін. Енді любой бір әртістердің аттарын айтасаңыз. Джимми Боб дей салайын. Джимми, мынау Джимми, анау Боб, я? Жақсы, бұл группаның аты? Это Титер Пол, бро, это Модерн Токинг. Модерн Токинг. Қошемет, 20-шы ғасыр молодцы! Модерн Токинг. Еще атын айта тұрған, біреуі Титер Поп дейді, мен аттарын білмейді екен. Түрлерін білем, Модерн Токинг айтыр. Бірақ нақты аттарын білмеймін. Келесі соңғы сурет, мынау кім? 20-шы ғасыр жоқ. 20, тихо. Кім жарас деп отқан? Жарастың қырынбай жүрген версиясы. Ал кім деп ойлайсыз? Боксер? Жоқ, боксер емес. Әнші, сразу подсказка берем. Кім? Қандай ән айтады? Білмеймін ғой, может Қайрат Нұртас па? Төреғали ма? Кім деп ойлайсыздар? Любой бір әншінің атын айтыңыздар. Любой бір әншінің атын айтыңыздар. Примерно ұқсайды ау деп. Ну, какой-то современный. Енді атын айтыңызшы, любой бір қазақтың атын айтасаңыз болмаса. Серік Пол. Серік Пол! Ал апа, сіз кім деп ойлайсыз? Сайлаубек дейсіз. Кім? Сайлаубай. Серік Пол Сайлаубай. Бұл кісінің аты? Скриптонит. Скриптонит, қол қошемет! Бері қарай, келіңіздер. Бір. Мына екі кісіге мощный. Жүріңіздерші енді. Ұялмаңыз. Мощный екі приз. Мына екі кісіге мощный екі приз. Мощный. Мощный екі приз. Мына кісілерге. Мә, сіздер кәдімдей буксап айтып жатсыздар, екеуіңіз тұрып. Тәте кеңіз. Мощный приз. Қошемет, 20-шы ғасыр, ваши аплодисменты. Жәке, не болды? Неге зависать етіп отырсыздар? О, Шабалақ Қайрат аға. Апа, рахмет. Жете ма, апа, жете ма? Жетсе болды. Сосын, мына екі кісіге бір дешевый бірдеме бересіңіздер. Ойнайтам, молодцы. Маған қараңыздар, мынандай керемет сағат. Қандай сағат? Золотой. Золотой сағат. Қошемет, Ералы, красавчик. Қолдан алып қойын, Ералы. Молодец. Шапалақпен шығарып салайық. 21-ші ғасыр және 20-шы ғасыр. Тауып баратын браттар бар, Біз жақта тау жоқ, тау шықпай қыздар бар, Тамаша. Ал, қадірлі меймандар, дүбірлі тойымыздармен қарай жалғастырамыз. Келесі әдемі ақ тілек, ақ ниет кезегі. Тойымыздың бір топ жастары. Жастар қауымы, есімдеріңіз атайтын болсақ, Абай, Батырхан, Бейбінұр, Ералы, Әліби, Мұхамеджан Валерия, Аружан, Аружан жүр ғой. Айым, Аида, Жәнібек, Айдын, Нұрлыбек, келіңіздер ортаға! Немене сіздер қинап шақырған мұ тойға? Вас всех насильно приглашали, да? Насильно. А? Да. Жәке, не істегенсіз? Настроение деген бол көріп қой, кішкене билеп, шамалы. Ой, өтірік битесі маңыз, бітті уже, поезд кетіп қалды. Кішкене алға жылжыңыздар. Вперед, в один ряд, пожалуйста, жастар. Ал, по возрасту, по росту, как там, по весу. Кто начинает? По должностью? Кімнің должности үлкен? Абай, атыңыздың өзі үлкен болып тұр ғой. Әбеке. Тойларыңыз құтты болсын. Жәке, жеңге, балаларыңыздың бауы беріп қойы. Қадамы құтты болсын енді. Үлкен азамат болсын. Ағалардың жолдарын берсін. Мына жерде ағалар да жанынан қызметте істеп жатқан жоқ. Ыңғай білікті жерлерде істеп жатыр. Не демей, көп сөйлей алмаймын. Той құтты болсын.
Жараш сізде, әпке. Ансардың туған күні құтты болсын. Енді тұсауын аман етсең кесіп, басқан қадамы құтты болсын. Жол тек қана ашық болсын. Енді балаларда көбісі от родителей же зависит. Он ертең қалай жетістіктері, қандай оқу жерге түседі. Поддержка родителей очень важна. Сол енді Жараш сізде, әпке, сіздерден жолдарыңыз ашық болсын. Енді қандай да Жараш сізден білеміз. Өте сыйлаймыз, еңбек етіп жүр, отбасы үшін барлығы. Осы бүгінгі мейрам, осы сіздердің арқаларыңыз, еңбектеріңіздің. Сол еңбектеріңіз оң басып, жолдарыңызда жаман адам кездеспесін. Қандай барлық жұмыстарыңыз жүзеге ассын сіздердің. Сол енді Ансар мен Айлин тірегі болып жүре беріңіздер. Жарас аға, Әйгерім тәте, Ансардың туған күні құтты болсын, қадамы құтты болсын, үлкен осы дастархан жайып отырсыздар. Шақырыңызға рахмет. Ансарға тек қана зор байлық, денсаулық тілеймін. Сіздерге де денсаулық тілеймін. Құтты болсын, рахмет. Амин, амин. Ал Жараш сізде, әпке, сіздерге үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Ансар аман болсын, ең басты денсаулығы мықты болсын, денсаулық болса байлық та болады, бақыт та болады. Сіздер біздің арамызда осы күліп, жайнап жүре беріңіздер. Ең жаман күндеріміз осылай өтсін. Ансардың денсаулығы мол болсын. Амин, амин. Ары қарай. Ералы дейді кім? Аружан? Аружан, Ералы деген аттар ұқсайды, бірақ айта беріңіз. Ал Жараш жезе, әпке, бүгінгі Ансардың туған күні құтты болсын, бір жасқа толуы, осы алғашқы қадам берекелі болсын. Сіздерге тек қана зор денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға, жақын туыстарыңызға. Осы Ансарға тек бақыт тілеймін, қайда барсаң да ақ жол болсын, сәттілік. Осы Айлин екеулерінің, Айлин, Ансар екеулерінің қызығын көре беріңіздер. Осы әр жол бойы тойлай берейік. Амин, амин. Молодец. Ал. Ағау жеңгеу, балаларыңыздың жаңа жасы құтты болсын, әрдайым биіктен көріне берсін, аспан ашық болсын, ауырмасын, тек сіздердің аттарыңызды алдыға сүйрейтін мықты азамат болсын. Амин, Ералы, красавчик. Так, дальше. Ансар бір жасын күті болсын, тай-тай басқан қадамын он болсын, үлкен азамат бол. Ой, рахмет. Сізге көп рахмет. Молодец, шапалак. Молодец. Ал. Ансардың туған күні құтты болсын, және оның басқан алғашқы қадамы да құтты болсын. Ең бастысы Ансарға мықты денсаулық тілеймін. Қадамы нық, жолы ашық, әрқашан осындай күліп жүре беретін бала болып жүре берсін. Ең бастысы ол бақытты бала болып өссін. Осы жағдайды жасайтын Жараш жезде және Әйгерім әпке, сендердің де денсаулықтарын мол болсын, әрқашан бақытты болып жүре беріңдер. Құтты болсын. Амин, амин. Бар ма тағы? Кім? Лөлік пен бөлік қапты ғой Құдай. Ал. Жүрізде, әпке, бүгінгі Ансардың туған құтты болсын, бақыт болсын. Сон денсаулық болсын. Бүгінгі Ансардың туған күні құтты болсын, келешекте үлкен азамат болсын, зор денсаулық тілеймін. Оны всегда биіктен көре берейік, 100 жасасын. Әпке, Жараш жезде, бүгінгі Ансардың туған күнімен құттықтаймын, және тұсау кесер ода болды. Ол үлкен азамат болып өсе берсін. Зор денсаулық, сіздердің арасында жүре берсін, қызығын көре беріңіз. Сол. Амин, амин. Бар ма тағы кім бар? Бәрін айтты ма?
және бізде немерелерден бір кішігірім сыйлық. О, немерелердің атынан кішігірім сыйлық дейді әні. Ансардың туғаннан бастап қазірге дейінгі ең сәтті моменттерін жинап, осы альбомға салып бердік. Сіздерге бұл фото альбом. Аңсардың бір жасқа дейінгі ең қызықты сәттерінен жиналған, мінекей, қараңыздар. Аңсардың фото альбомы. Өміріндегі бірінші фото альбом. Рахмет, Алла разы olsun. Немерелеріне бар ма? Қошемет бар ма? Молодцы. Вот ма? Все, рахмет. Енді бетейік. Давайте сделаем так. Хормен айқайлап, той иелерін құттықтаймыз. Мына ағамызға, жеңгемізге қараңыздар, барлықтарыңыз. Мен қазақша 1, 2, 3 дегенде құттықтаймыз деп бірлет айқайлаймыз. Мен орысша 1, 2, 3 дегенде поздравляем деп один раз кричим. Громко, синхронно, четко. Поехали. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не дейді? Зам кім? Congratulations деді, короче. Шабала құрып қойық, молодцы. Естелікке суретке түсеміз. Келіңіздер, ағамыз бен жеңгемізді ортамызға алайық. Бір-бірімізді құшақтайық, бір қатарға тұрайық. Фото на память, пожалуйста. Такие фотогеничные. Бәрі бір жағы иықпен тұра ма бұлайнан? Шына зумер бар вообще. Бұлайнан қатайып барып отырасыздар бейді, қатайып. Жаңа, зам әкім қайда? Зам әкімден бастап. Ал, кеттік, поехали. Атамекен. Ойма, қара. Қатайып көпкілем маңдайымнан сыйпап өскен самалды. Құрсын, бұл әнмен ойнай өрге өмейді, ертен сотталып кетеміз. Ал, тамаша, әдемі ақ тілек білдірілді. Осындай тілектің құрметіне алдарыңызда тұрған шайларыңыздан, дәмлеріңізден алып қойыңыздар. Той құтты болсын баршаларыңызға. Жұмысты болсын ағайын! Сетуге мұт кетпіз ғой. Сету керек еді? Шықпайды ғой кәз. Шығаман қыздар, чисто қыздар, кеттік қыздар. Зумеры, сейчас будет бумеры. Пойдемте. Қыздар, жүр. Кім жүр? Настя, Света, Құдай. Алена бәрі жүрдіш. Кім? Жүр. Нәқті тағы да бір-екі қыз бар ма? Бар ма жаңа? Кім жаңа? Құлшын отқана, сарыда. Жүр, сіз ана кісілер көрсетесіз. Жүр. Жаңа кім жаңа бір нағашысы бар еді, бір мықты бейнеп жүргенше. Жүр, сіз де жүр. Қазір қыздардың жынды бір тик-ток болады. Бәріңіз фото, видео, бәрін қосыңыздар. Вот это знаете, да? 1, 2, 3 волна, раз дегені. Получается. Дұрыс қой, мен бастайын ба? Да, мен алда тұрам. В общем, тик-ток бәріне саласыздар. Итак, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінде мінекей Аңсардай батыр ұлымыздың осындай керемет қуанышында тик-токқа новый бір тренд кеттік. Дайынсыздар ма? Еще қолында салфетка ұстап алған ғой кәдімде. Салфетка сома? Сосын ана бар ма? Я пьяный молодой, бум-бум-бум деген жоқ па? Тоже осы ұқсайды сол екеуі ше? Келесі жол кесіп ақ қойдыңыз. Мен наоборот мешайт ететін сияқты, не? Бірінші вариант менмен, сосын екінші вариант менсіз. Кеттік. На сцене бүгінгі тойдың арулары. Поехали. Жұлдыздары. Ана, жеп. Хоп. Қошемет қайда, қошемет. 1, 2, 3 волна. 1, 2, 3 волна. Қошемет. Тағы да қандай трендтер білесіздер? Андай, кейде былай деген білмейсіздер ма? Енді, қара көзіме шашпа. Ондай жоқ па? Оны айтам. Қошеметпен шығарып салайық. Молодцы! Аплодисменты! Рахмет. Енді бітейік. Ау. Жүріңіздер, енді маған каждый дастарханнан жүгіретін, секіретін адамдар керек. Бағанадан билейтін адамдар іздедік, ән айтатын адамдар іздедік. Енді жүгіретін,
жүгіретін кім? Батырхан, выходим, Батырхан. Под аплодисментами. Қатайып жүреді дегенге совсем қатая бермеші еді, кішке билеп шықсайшы құдай. Так, мына дастарханнан жүгіретін, секіретін кім? Дәурен, кеттік, Дәурен! Қыздар, брат, чисто еркектер шығып кеткен жоқ па? Жоқ, жүгіретін сен енді әйел кісілерде болады ғой кішкене. Жүгіретін, секіретін. Так, ана кісінің аты кім жан үшін шыққан? Елдос. Енді қыздардан бір араластырайық енді. Әйел кісілерден, арулардан кім бар? Абайдан келген дейді. Гүлшат, жүгіре ма? Кроссовкасы бар ма? Кроссовкасы бар желательно. Жүгіретін, ұялмайтын, ұят деген білмей. Асема, все, выходим. Асема, встречайте! Не болды сөйле, Асема! жаным, не болды сөйле. Yollarımda divanedip yürümay koydun. Darvazamga kechalari kelmay koydun. Ne болды yarım, ne болды Мына кісілер бағанадан қайда болды? Осындай кісілерді шығару керек қой, тағы бар ма? Жүгіретін. Дастарханда болмаса келесіне сұрай береміз. Жүгіретін. Мадина. Жақсы, жастардан дейді, жүріңіз. Жастардан жүріңіз, жастардан. Ойбай, жастар дейді, өздеріңіз нешеге келдіңіздер осы? Жастардан, жақсы. Бағана плюс 6 дегенде жоқ деп отқан, енді жастар деп қай буынға кіресіздер сонда? Не кәрі емес, не жас емес. Так, кім? Гүлден кеттік, поехали. Гүлден, встречайте! Осыма, жүр, екеуіңіз, көйлектерінде цветтеріне дейін білді екен. Бірге, ал, розовый цвет, поехали! Енді жігіттер маған көмектесіңіздер, бір орындықтан әкеп беріңіздер, бір орындықтан жігіттер маған көмектесіңіздер. Так, бізге бір 5 орындық жетеді. 2, 3, так, енді 2 керек, 5 орындық жетеді. Жоқ, олай қоймайсыз, просто бір-біріне жақын қоя беріңіздер, мен қазір өзім дұрыстап берем. Рахмет, әкеңіз маған, рахмет, Алла разы болсын. Так, бұларды бүйтейік, жоқ, қас. Кішкене артқа қарай, бір тізімге қояйық. Бүйт, сіздер орындықтың алдына шығыңыздар. Орындықтардың алдына шығыңыздар. Мен қазір ойының шартын түсіндірем. Қазір маэстро поехали, let's go деген кезде күшті бір ән қояды. Сіздерге задание, ән қойған кезде мына жерде зажигать етесіздер. Кофенің шаңы шыққанша бац болып бересіздер. Мына шаштарыңыздағы прическа, укладка забудьте. Қараңыздар, шаштар әдемі, көрдіңіздер ма? Шаш әдемі ма? Шаш әдемі көрдіңіздер ма? Бәрі көрді, все. Шаштарыңыз әдемі. Больше этот шаш не пригодится. Шаш не вот что, билей беріңіздер. Көрді ғой нормально екен. Все, сіздерден шаш жоқ енді, вообще. Сіз қатайып тұра бермей, ой, бар ғой менде шаш дейді ағам. Молодец. В общем, кез келген уақытта мен стоп деймін, тоқтай қаласыздар. Видеоды тоқтатасыздар да маған қарайсыздар. Мен кез келген әріп айтам. Мысалы, Б деймін, не істейсіздер? Жүгіріп барасыздар да дастарханнан, қонақтардан Б-дан басталады, например, бауырсақ па? Бауырсақты алып жүгіріп келіп орындыққа отырасыздар. Білетін шығарсыздар бұндай ойынды. Енді қараңыздар, внимание, важный момент. Өзіңіздің қалтаңыздан, өзіңіздің бір затыңызды алдыңызда отырдыңыз, это не считается. Ол қабылданбайды. Обязательно халықтың арасынан, ақ дастарханның арасынан жүгіріп бір еңбектеніп тауып алып келу керексіздер. Түсінікті ма? Ал, кеттік. Let's go. Билейміз, танцуем, поехали! Молодцы, давайте поддержим, поддержка бар ма? Қошемет! Хей! Опа! Хей! Стоп! Ой! Қайқа жүгіріп барадыңыздар? Стоп деген қошып баратыр ғой кәдімгі. Так, буква Ц, кеттік. Цирк! Тез! Цирк! Сепочка! Цитрус! Сепочка! Цитрус! Ц! Цвет! Ц! Тез! Кім берген? Алена не істеп жүр маяқта? Ол кісі бейті бір лет наған мінді, қайттан түсті, қайттан мінді. Өзімен өз зависать етіп жүр құдай. Дым жоқ па? Өзіңіздің затыңыз саналмайды, білесіз ғой? Бір нормальный берейін ба? Өзіміз ба? Нормальный жол болды ғой оны.
қошемет ұрып шығарып саламыз. Енді қараңыздар. Әділқазы алқасы сіздер боласыздар. Мен қазір сұрайым, саналама деп сіздер я или жоқ деп жауап бересіздер. Сіздер шешесіздер осы кісілердің тағдырын. Цитрусовый. Цитрус, саналама. Саналама. Молодец. Цеп жыны. Цеп жыны. Цеп жыны емес, цепочка десе шығады. Цепочка саналама. Саналады. Сағат. Сағат дейді. Сағат саналама. Еще, ол еще былай ғой. Сағат саналама. Саналмай ма? Саналасасыншы. Ау. Цифры дейді ішінде. Цифрлары бар сағат. Вообще өтірікшісіз ғой, цифр жоқ қой. Мына аяқта не көрсетіп тұр? Дата көрсетіп тұр әйтеуір цифрмен. Құдай қошемет ұрып қойыңыздар, цифрасы бар сағат. Цифра брат. Вот сіз қазір буксовать дейсіз. Уже алып шықтық қой сізді. Үндемей отырыңыз. Так, мынау не? Цитрамон. Цитрамон саналама. Кімнен алып кеттіңіз? Сізді кімнің басы ауыр жүр құдай? Сіздің ба? Ана қара. Так, Цепочка. Сепочка. Ау? Цепочка. Цепочка. Саналама. Ал, цепочка, сағаттарыңызды апарып тапсырыңыздар. Поехали. Танцуем дальше. Молодец. Шер, зажигай. Танцуем, танцуем. Поддержка бар ма? Поддержка. Стоп! Буква К. Константин. Тез. К. Константин. Ойба, аға. Сіз вообще, аға. Қыздармен үйтіп күресіп жүргеніңізде ұят емес пе? Ужас. Бетик, аға, бетик, бер қарай тұрыңыз. Сізде қазір сіздің К-ға не әкелген затыңызды қараймыз. Если считается, сізде возможность болады. Вдруг на кісілердің біреуінікі өтірік болса, автомат түрде ол кетеді, сіз отырасыз. К әріпіне не әкелдіңіз? Кәмпит әкелдім. Кәмпит, көрсетсеңіз. Кәмпит, саналама. Саналама. Шоколад, бірақ шоколадный кәмпит, нормально, кәмпитқа саналады, жарайды. К. Кәмпит. Екеуіңіздің фантазияңыз бір жерден шықты. К. Цитрамон не әкелді екен? Картина. Картинка. Саналама. Картинка, молодец. К. Көрсетсеңізші. Неге тығып тұр құдай? Нормально, кәмпит қой, ну. Саналама. Жоқ, бейт оған бейт, көрсетпейтші бейт. Бейт жасыл жерін ғана көрсетеді, мен қайда білейін немене кәмпит. Так, мынау? Кәмпит, киткат еще. Вот. Киткат деген кәмпит. Қошемет бар ма? Ағаға бір жақсы подарка берейік. Аға. Сізде еще кілт бар ма? Но это не спасет. Ең бірінші жүгіріп кеп отыру керек. Рахмет аға, Алла разы болсын. Ағама қаттырақ қол қошемет соқ қояйық. Молодец. Ал, кәмпиттер. Қайдарыңдар кәмпиттерді, картинкаларды. Ана қара қалтасына сала салды. Кеттік, поехали. Танцуем дальше. Поддержка қайда? Поддержка! Не слышно! No. Стоп! Ой, кешіңізде. Ұйықтап кеттім ма? Буква О. Ольга. О. Оксана. Анау несіп нақсы деп жүрсің? Ойба. Неге 25 адам жүгіріп кетті? Вроде... Вообще жардыңыз. Тұр. Ойынға қатыспайтын орындық не әкелгеніңіз? Буква О не әкелдіңіз? Орамал. Орамал саналама. Так, орамал саналады. Сізде возможность бар. Қазына кісілерді тыңдап алайық. О. Орындық. Дұрыс, біреудің орындығына, өз орындығы емес, біреудің орындығы. Саналама. Молодец.
сіздікі орамал, молодец. Қошемет ұрып қойыңыздар, орамал. Енді мына кісінікі интересно. Не но? Орех. Орех. Жаңғақтың орысшасы орех па? Точно? Гуглға жазыңыз, как жаңғақ переводится на русский. Оны айтамын, қошемет ұрып қояқ. Сізбен қош айтсаңыз бір жақсы, тамаша, бір күшті бір приз беріңіз. Ой, молодцы. Шапалақпен шығарып саламыз. Кеттік па? Ары қарай үш ақ адам қалды ма? Ал үшінші, екінші, бірінші орын кім алады? Поехали, let's go! Ара екеуі бір-біріне сөйлесіп бірдеме келіс. Саған жалғыз өзіңе қарсы шығам дейді мала. Басла, зумері, поддержка. Стоп. Буква Ч, чемодан. Буква Ч, чемодан. Ч. О, тұрсыз, кеңіз. О, мына кісі бірден. Не алып келді? Шай индийский. Шай деген саналмай қалады. Ч дедім мен. Чай деп айтсаңызшы енді. Чай санала ма? Енді заварка чай ғой енді, саналсын. Жақсы, сізде мүмкіндік. Я деп бәсіз, саналама, саналады деп өліп тұрды артында. Сөйтсем бұл да чай әкепті ғой, жақсы. Чай саналады. Сіз буква Ч. Чехол. Әне. Кімдіктің шешіндіріп кеттіңіз? Чехол саналама. Қошемет ұрып қояқ, молодцы. Ал ағама бір үшінші орынға не бар? Норма? Үшінші орын. Аға, вы заслужили. Третье место. Ваши аплодисменты ағама. Енді чехол чайларды өткізіңдер, бері қарай келіңіздер. У нас финал. Мәс аға. Сіз қай жердің тумасы? Қарағанды. Прям Қарағанды. Коренная. Я. Прям местная картошка. Жоқ, вообще жақсы. А? Жақсы. Жақсы? Кім жақсы? Мен туған жерім. Жақсы деген жері. Ауылдың аты ма? Қандай аудан? Ақмола облысы. О, Астанчанка, да? Жақсы бар ма? Жақсы! Жақсы бар ма? Жақсы! Сіз қай жердің тумасы? Жаман десе, прикиньтер. Оны айтам. Жаман Айбат деген бар еді осы. Так, қай жердің тумасы? Бұқаржы ауданы. Бұқаржы ауданы. Қай жер именно? Ақжар. Ақжар. Бар ма Ақжар? Жалғыз кісі өдіңіз. Ито әкеңіз емес пе анау сізге? Енді, ағаңыз, бір-біріңізге жақын тұрыңыздар. Финал болғандықтан, здесь нету пощады. Бір-біріңізге қарап тұрыңыздар шыққанды. Здесь нету пощады. Ей, қоя түсейші кіші. Бір-біріңіз танисыздар ма? Танымайсыздар? Тем более жақсы. Потому что, как я говорил, здесь нету пощады. Финал болғандықтан, мен екі әріп айтам. Сіздер екі зат алып келесіздер. Кішкене осылар жейм. Түсінікті ғой, я? Дайынсыз ба? Дайын. Вы готовы? Я. Вы готовы? Я готова. Are you ready? Yeah. Are you ready? Ready. Окей. Пожалуйста. Так, финал екі әріп. Түсінікті ғой, я? Енді face-to-face жасап жүреген. Финал болғаннан кейін кішкене санайым. Сол кезде көзбе-көз бір ойнап айтам не ол? Екеуі де қоды, тұрған, давай, ешік, давай дейді, арақсыз соған тұрған. Е-май, қалай бір-бірін танымайсыздар кәдімде? Тамаша, ал, ондай болса қандай әнге берейміз? Финал болғаннан кейін бір әнге заказ берейік, қандай ән? Қазақша. Қазақша? Сіз ше? Қазақша. Қазақша? Қазақша қандай ән? Любой? Любой? Қазақша қандай именно? Любой? Қаражорға. Калифорния, Қаражор екеу құлды. Любой ән қойшы, басқасын жібер, кеттік. Финал, байықалі! Гүлдір гүлден не пайда, жағасы жайсыз жар болса. Термеге билеген қашан көрдіңдер құдай? Кеттік, нормально бірдеме жібер. Байықалі! Финал! Аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейік. Қошемет қайда? Жақсы қайда, жақсы! Ақжар қайда, Ақжар! Стоп! Екі әріп. П, Ә, П.
Поехали! Татьяна! Ateş! Tavuk! Ateş! Hadiyen! Aşıkey! Angelik! Ay, Құдай, күтейік енді, күтейік. Алысқа кетті, жақсы, алыс қой кішкене. Сен Бұқар Жырауский район, кім тұр отырады, не істеді? Жеңгей кеп, уступи место, ана кісі не болады деп отыр ма? Ондай жоқ. Мен айттым, мына кісілерді коррупция бар ғой всегда. Вот почему не горят. Так, буква Т-ға не әкелдіңіз? Тарақ. Тарақ саналама. Сіздер кішкене демеу беріп отырсыздаршы. Я, жоқ, саналама. Әшекей. Ойбай. Жоқ, өзінің санамайды, наны көрсетіңіз. Әшекей саналама. Все, сіздікі саналады. Сізде есть возможность победить. Если на кісінікі бірдеме дұрыс болмаса, сіз бірінші орын аласыз. Т. Телефон. Кімдікі? Білмеймін. Мен брачкамдық. Телефон саналама. Брачкамдық дейді, брачкаң басқа телефонмен фотоға түсіріп жүр ғой видео. Ол менікі. Точно, алдап отқан жоқсың ғой, жақсы. Буква Ә. Әшекей. Әшекей саналама. Бірінші орын. Бар ма? Тоқташы, не дейді? Екеуінде неше? Сендер масқара коррупцияға тойып алғансыздар, Жоқ, тоқташы. Бұл айтуға оңай бағдарламасы. Менің атым Дина Төлепберген. Неге екеуі бірінші орын алу керек? Сіздің пікіріңіз? Менің есім Толғанай болады. Негізі бұл бүгінгі вечерді мен ойлаймын екеуі бірдей болу керек. Бірдей болу керек, олай болмайды. Бұл жерде коррупция жоқ, вообще. Әйтпесе сапаймын сені деп түс қой маған. Я. Так, енді осы сұрақты сізге қойайын. Неге екеуі жеңу керек? Мен есім Зере болады. Мен ойымша екеуіне қайталап екі әріп беріңіз. Осы решающий болсын. Ойбай. Решайт етілді ғой осы. Қайта решайт етеміз. Сөйтеміз ба? Көпшіліктің сұрау бойынша бейіст ба? Бейіст болса бейіст. Финална бейіст дей ма? Не düşün? На бейіст. Реванш. Реванш. Неше түрі шарастырсыздар ғой Құдай. Кеттік, халықтың сұрауы бойынша екі әріп, екі зат. Әлі таратып жүр тарағын несін. Өз білет кімнен не алған. Кеттік, финал, поехали, еще. Поддержка бар ма? Поддержка! Қаншама жыл өтсе дағы, тыңдағым келеді тағы. Кек керек көзге бейдес, білемей тұрғаның нес, денеңді қозға тез, аяма дискотес. Стоп! Екі әріп. З, У, кеттік. Зарина, Ульяна. Зумер, умер. Умер, сіз қылайсың. Ес жоқ. Жаңа қайталасын деген кісі шықты ғой. Банан ханым. Банан ханым вообще ұяттан безген бар ғой. Тойдың басынан басап. Ойбай, З, У, кеттік. З. Зубочистки. Зубочистка саналама. Кішкене деме берсеңіздерші. У. Ухачистка десе. Украшение. Че это дейді өзі білмейді. Украшение саналама. Жүзік бар ғой, қолға тағатын украшение жықты ма? Болды, все, нормально. Маған мынау екеу общение ұрып отыр еще. Осылар ұрып. Мен шын айтам, коррупция осылардан басталады. Жаңа Қазақстан деген сендер, наларым жақсы. Так, буква З. З, заколка. Закол, тұра тұрсай, көрсетсей қолынан не? Заколка, қолында пауық тұр ма? Білмеймін ғой, қап-қара бірдеме тұр. Заколка, но заколка ма? Мне кажется, бұның аты краб емес па? Что-то бірдеменің иісі шығып тұр қайтты. Екінші, жарайды, екінші вариант, буква З. Зере. Бәсен не ағып шықтың? Бұл кісі ұмыт кеткен ғой, не үшін шыққаның? Қасына отыр, на заколка көрсетіп тұр Құдай. Так, Зере ушла, ладно, З. Отсай, енді У. Украшение, Зереның украшение свой. Саналама! Ардақтағай, екеуі де мықты ма? Достық жеңді ма? Қошемет бар ма? Вообще, молодцы. Кеңіздер. Мощный. Мына кісіге де сағат берейікші, бола ма?
соңғы ойын мынау сағат жаңағы Жарас ағаңның атынан мықты брендовый сағат сізге жоқ бұл кісіге маечка берейік бүкіл ненің бәрін сарқытып салып кетесіз. Ойнап айтамын. Бір екі подарка бірақ беріңізші, молодец. Ой, коррупцияның көкелері бұл кісілер. Ой, бұл қошеметпен шығарып салайық, аплодисменты. Ал енді ардақты ағайын, мына көпшіліктің сұрауы бойынша, мына халықтың сұрауы бойынша Мәншүк ханымнан тағы да бір әуезді ән шашу болса. Рұқсат па? Қошемет бар ма? Той төрінде Мәншүк ханым қарсы алыңыздар. Рахмет, красава. Жарас кеттік жолдастарымен ортаға. Айымбекен ай. Алдыңдағы ақ тісің бар жаным тісің, мұндай душар болар май сүйген кісің. Сүйген кісің сүйгеніп өте шықса, қайнап жатқан қазандай қайнайды ішің. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Бұл белестің күлкісі қызылы түлкі, жалықтырмас адамдай ойын күлкі. Ойда тұрып биікке қол сермеймін, көңіл шіркін болсын деп көтеріңкі. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Айналайын көзіңнен күліп тұрған, бар жағдайыңды айтқызбай біліп тұрған. Бұл жалғанда жігітте арманы болмас, дәл өзіңнен бір алай жолықтырған. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Той басталды дегенде той басталды. Ортаға жақсы бір ой тасталды. Әкеліңдер қанекей той бастарды демекші. Бүгінгі дүбірлі той баршаларыңызға жұғысты болсын деген керемет ниетпен қазақтың қасқасы салтыменен той иелерінің атынан әзірленген той бастар рәсімін қарсы алыңыздар. Встречайте, той бастау! Айналайын ағайын, той басталды келіңіз, ықылас қып ниет қып көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құдыретін тануға, ұрпағыңның жасаған ұлы тойын көріңіз. Мәнмәз бұны халқымның көрінеді ғұрпынан, жақсы тәрім күтеді еліменен жұртынан. Бабалардың дәстүрін бар жанымен білуге, жастығымның қызулы жалынымен ұмтыла. Той бастар рәсімі баршаларыңызға таратылды. Бүгінгі дүбірлі қуаныш баршаларыңызға жұғысты болсын деген керемет ниеттеміз. Және де той бастар рәсімінің құрметіне, той бастардың құрметіне, дүбірлі тойымыздың төрінде отырған Тілеуқасым
атамыздан ән сұраймыз. Тілеуқасым ата, қайдасыз? Тойбастардың құрметіне бір әуезді әніңізді шырқап жүрсек. Бола ма? Қошемет бар ма? Поддержка. Ал, мархаба. Рахмет айналайын. Мен енді алыстан келген азамат едім. Жаңа Тобықтының елінен келіп отырмын, Абай атаның елінен келіп отырмын. Қазір бізге жол жүруда қиын болып бара жатыр ғой. Мына Жеңіс марқұм өлең айтушы еді бір кезде. Соның дауысын іздеп отырмын, жасыратым жоқ. Кейде бір-екі стөпке арақты ішіп ап, қызып ап, бір-бірімізге еркелеп өлең айтатынымыз бар еді бір кезде. Енді ол дауысым қалды ма, қалмады ма, білмеймін, көрейін деп отырмын енді. Бұлай ғой, мына алыстан келген себебіміз мынау Жеңіспен Бәйленді көрдік. Смағұл Ақсақалды көрдік, шешеміздің қолынан шай іштік. Бұл асылдың сынығы ғой. Жараспен Айдар қалай өмір сүріп жатыр екен, қандай тірліктері бар екен деген сияқты ой тұрды. Енді анау 1000 шақырымдай жер ғой біз. Бірталай енді жол жүру қазір бізге алыстау. Осыларды көріп кетейік. Қандай екен, ағайын туысы қалай екен, береке бірлігі қалай екен, сыйластығы қалай екен, үлкенді сыйлай ма екен, кішіні құрметтей ме екен деген сияқты ой тұрды жолға шыққанда. Біз енді айналайын Айдар, сен енді үлкенсің ғой. Мына Ырымбек енді сенің әкеңнің орнындағы кісі деп айтуға болады. Менің жанымда отырған құда жәпең. Бәрің бір-біріңді сыйлайды екенсіңдер, бір-біріңді тыңдайды екенсіңдер. Осыларың қайырлы құтты болсын, береке бірліктерің бар екен. Тойда бірге қуана алатын жаныңда кісілер, туысқандарың бар екен. Мен мына Алмамен құрдаспын негізі, екеуміз. Енді Жеңіспен Бажамын, қалған кісілерге айтып тұрған ғой, сендер білесіңдер. Соған өзімше қуанып отырмын. Енді таңертең жолға шығайық деп жатырмыз ғой. Аман есен болыңдар. Әмин, әмин. Қайда жүрсеңдер де, осы халқыңа, мына жиналған туған туысыңа, құдағиыңа ризамыз. Қайда жүрсеңдер де аман есен болыңдар. Әмин, әмин. Ата, ән. Қоя тұр, мен де тамада болған кісімі қоя тұр кішкенде. Мен күнде көріп жатқам жоқ Қарағандыға. 8 жыл болды келмегеніме. Сен бажасы жоқ екендер, мені басым ба? Өлеңді айтып берем, енді айта алсам, бірақ бұрын айтатынмын. Ал тыңдаңыздар қолынан келсе. Ал, қолдап отырайық атамызда. Жаңаға кеттік. Елубай мет, жаңағы кім еді, аты кім еді? Аңсар екен ғой. Елубай мет дейді ана. Мен Елубай деп қойып қойдым енді қазақ. Ана 50-ге толық қапты, әкесі 48 ба, 49 ба, соған келіп қалған екен. Содан кейін Елубай деп жатырмын қалжыңдап. Қазақ Елубаймен тоқтап қалмайды ғой, білесің айналайын. 60-сы болады, 70-сы болады, 80-де болады кейде. Солар жалғаса берсін. Амин, амин. Кішкене күтін күрек қалған бала сияқты ғой өзі, аңсар қойғанына қарағанда. Өсе беріңдер, ұрпақтарың аман болсын. Мына аңсар бай болсын. Амин, амин. Бар болсын. Нар болсын. Әрқашан халқын ойлайтын адал азамат болсын. Амин. Сол үшін енді мен бір өлең айтып берейін. Сен сөге жамандама. Сен өзі ұзаса 5 минут уақытыңды алатын шығарым, сен ренжіп айналайын. Жоқ, ата менде уақыт жетеді ғой. Қона салам керек болсын осы жерде. Үйде ешкім күтіп отқан жоқ мен. Мариям Жагор деген орыс қызы 16-17-ге келген кезі
қазақты дудар деген ғашық болып сондағы Мариямның айтқаны сөзі дудар-ай дудым бір сен үшін тудым шіркін-ай дудар-ай дудым дудар-ай дудым бір сен үшін тудым шіркін-ай дудар-ай дудым ащы күн тұщы көлдің арасы бір басыңа камшат кірік жарасып жүр дудар-ай келер болсаң тезірек кел орныңа орыс қазақ таласып жүр дудар-ай дудым бір сен үшін тудым шіркін-ай дудар-ай дудым-ай дудар-ай дудым бір сен үшін тудым шіркін-ай дудар-ай дудым Мәсім. Қалай? Ұнады ма? Қалай орындайды екен атамыз? Енді білеттеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Бұл кісі жаңағы Мәншүк ханымның әкесі екен. Мәншүк ханымның әкесі 73 жасқа келіп, сонау Алматыдан өзі мәшінемен Семейден, Семейден, Абайдан 1000 километр өзі мәшінемен келген. Алла қаласа мәшінамен қайтады. Жолыңыз болсын ата. Мына қол қошеметтің барлығы сіздің құрметіңізге. Керемет. Ал қадірлі меймандар, енді бағанадан 100-ге шыдадық. Алла қаласа 100-дің бірі қалды. Бүгінгі тойда қаншама әдемі ақ тілектер, қаншама керемет ақ ниеттер білдірілді. Сол тілектердің тоқетері ретінде 30 ауыз сөздің оймақтай бір түйінін, 90 ауыз сөздің тобықтай бір түйінін келтіретін сәтке жеттік. Сіздердің қол қошеметтеріңізбен той төрінде бүгінгі қуаныш себепкерлері Жарасаға, Айгерім жеңге қарсы алыңыздар! Қошемет, қайда, қайшу! Алышымды жақтымын, Алатаудың басы көрсің аққарында, сағарай, ұшқым келіп есімде. Енді қадірлі меймандар, сіздерге бір айтар кетер жайымыз бар. Енді сөздің шындығын, сөздің растығын айтсақ, алдарыңызға шығып тұрған тойымыздың иелері өздерінің асқандығынан, тасқандығынан емес, сүйіп өсірген өздерінің батыр ұлдары аңсардың бүгінгі келіп жеткен бір жас мерейтой тұсаукесер қуанышын сылтауратып, барша ағайын туыс, барша құдалар, қайын жұрт, жора жолдас достардың басын қосып, сіздердің баталарыңызды аламыз ба деген ниеттері болды. Маған айтыңыздаршы, жалпы бүгінгі той қалай өтті? Ұнады ма? Той қалай өтті? Әне, бар ма? Қошемет бар ма? Әне! Рахмет. Құрметті той иелері, Алланың қалауыменен бүгінгі жасаған тамаша тойларыңыз өте жоғарғы деңгейде, өте керемет өтті десек, бәлкім біз қателеспейтін шығармыз. Себебі өздеріңіздің шақырған қонақтарыңыз орындарынан тұрып,
айқай шу қол қошеметті ұрып отыр. Тойларыңыз тек қана тойға ұлассын дейміз. Ұл қыздарыңыздың қызығына тоймаңыздар. Тезірек ер жетсін, бой жетсін, өздеріңізге қолғанат болсын дейміз. Алла тағала екеуіңізге қол ұстасып, қолдықтасып, ұзақ бақытты ғұмыр етуге, ғұмыр кешуге нәсіп етсін. Бала шағаларыңыздың қызығына тоймай, немере сүюге Алла тағала сіздерге нәсіп етсін. Жоғарыда отырған аталарымыздың, апаларымыздың жолын берсін сіздерге. Сіздерде Алла қаласа шөберенің қолынан су ішіп, алақаннан май жалауға Алла тағалам нәсіп етсін. Мына қол қошемет, айқай шу сіздердің құрметтеріңізге. Рахмет. Енді ардақты ағайын той иелері қорытынды ақ тілегін арнағанда шыбынның да ызылдауға хақысы жоқ екен. Когда той иелері говорят, даже муха не имеет права вот так вот сделать. Мне кажется, всем понятно, да? Давайте сосын сразу бірден келісіп алайық. Той иелері тілек айтып тұрған кезде, егерде кімнің салафаны сықырласа, сол адамның салафаны тесіліп жыртылқасын. Әумин. Максимальный тишина зала. Әйгерім жеңге өз салафаны сықырлатып жүрген өкті. Ой, микрофон қайтып бермейсіз бе оларда? Микрофон қайтып. Ол жай былай. Жақсы. Тамаша, тамаша. Алтын таратып отыр. Сон жай мәй деп қоя ма алтынды? Алтын заводтың директоры ғой. Алтын заводтың директоры? Мәс. Керемет. Тамаша. Ал, ардақты ағайын барынша құлақты назарды бері қарай бұрайық. Жәке, бісміллә деп өзіңіз бастаңыз. Жолдастарым, бауырларым, қарындастарым, анау төрде отырған аға апаларым, барлықтарыңызға рахмет. Бүгін енді ұлымыздың ансардың бірінші қадамын тұсаукесеріне келіп, бәріміз осы рәсімді бәріміз қарап көріп осыны тамашалап отырмыз. Ол барлықтарыңызға рахмет, келгендеріңізге өте ризамын. Ойдағындай өтті. Міне осының бәрін өткізіп атқан біріншіден мына Тамадаға рахмет. Дархан, я в тебе не ошибся. Ты авторитет, в общем. Өте саған ризамын. Енді бір той өткізіп атқан жоқсың. Айтады ғой, рекомендация дейді ғой, репутация дейді. Сенің репутация мен рекомендацияң асып кетті. 100-ден асып кетті. Саған рахмет. Мына жерде мына сенің көмекшің отыр міне. Бағанадан атқарып, өзіміздің диджейіміз бағанадан келгеннен бері осының бәрін атқарып, бәрін көмектесіп, нетіп өткізіп отыр. Саған көмекші отыр. Соған да рахмет. Саған да бір 1000 алғыс. Мұбарак, рахмет. Жұмыстарың алға бассын әрқашанда. Бұдан міне сендер енді осындай банкет сияқты тойлар өткізесің, үлкен бір 1000 адамдық той өткізіңдер. Сен ол шамаң жетеді сенің. Шымкентке бар өткізейші өзің. Сол жақтан белгілі болады өшін. Сол рахмет барлықтарыңызға. Мынау енді бүгін қуанышты осындай мерекелі бір себеп осындай бізде бір қуанышты жағдай болып отыр міне. Бүгін барлықтарыңыз келіп отырсыздар. Өте тамаша, өте көңілді. Сол сіздерге барлықтарыңызға ризашылығымды білдірем. Ана жақтан міне алыс десе де уақыттарын бөліп Алматыдан самолетпен ұшып келіп отыр. Семейден келіп отыр мына ағаларымыз, тәтелеріміз. Бүкіл Қазақстаннан келіп отыр ғой мына жақтан. Былай қарағанда. Біз енді қарағандыда өзіміздің арамызда ғана өткізе салымыз деп ойлағанбыз туған туысқандардың арасында. Енді ұзын құлақ жеткізгеннен кейін ана жақтан бәрі келіп отыр, келгеннен кейін енді бір осындай жақсы бір неде өткізейік деп сол сіздермен бірге осы қуанышымызды мерекемізбен бөлісейік деп сол осы жерде міне бәріміз жиналып отырмыз, бас қосып отырмыз бүгін. Рахмет барлықтарыңызға, ризамын. Енді осындай тойда ғана кездесейік. Уайым қайғы болмасын, той көп болсын. Алдыда тойлар көп. Тойда ғана кездесейік.
сол рахметімді айтқым келіп тұр сіздерге барлықтарыңызға. Ризамын. Ал құрметті туыстар, жолдастар, міне Ансардың екі жақтағы апалары, ағалары, қарындастары, сіңілдері, әжелері, бүгін міне біздің тойға келгендеріңізге көптен көп рахмет, басым дейім сіздерге. Енді бұл сіздер өздеріңіздің ақ тілектеріңізді айтып жатсыздар, баталарыңызды бердіңіздер, сол барлығы қабыл болсын, періштен құлағына шалынсын. Міне бүгін біздің аңсаған аңсарымыздың тұсаукесер тойы өтті. Сол қадамы құтты болсын. Міне Айлин екеуі біздің тірегіміз болашақта. Сол олардың қызығын көре берейік. Сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Қандай да біз жақтан бір қателіктер, кемшіліктер болса, кешірім сұраймыз. Біреуге уақыт бөлінбесе, тағы да енді кемшіліксіз той болмайды ғой, алдын ала кешірім сұраймыз. Осындай тамада айтып жатыр ғой, той жақсы деңгейде өтті деп. Ол әрине туған туыстардың осындай келген қонақтың арқасында деп ойлаймын. Сол сіздерге көптен көп рахмет. Алла разы болсын. Сонымен Жарас айтқандай, алыстан келген қонақтарға да рахмет айтамыз. Аман есен елге оралып жолдарыңыз болсын. Берген сый-сияпаттарыңызға көптен көп рахмет, сыйлықтарыңызға көп рахмет. Осылай жылда той-тойға ұласа берсін. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ортамызда отырған үлкендеріміз аман болсын. Сол үлкендердің жолын бізге берсін. Көптен көп рахмет. Және осы Европа мейрамханасының ұжымына да рахмет айтқым келеді. Осы асты әзірлеген осы Европаның мейрамханасының иесіне рахмет айтамын, әкімшілігіне рахмет айтамын. Қыздар, міне жігіттер, сіздерге көптен көп рахмет. Болды. Алғыс айтам. Сізге де рахмет. Жолдасым айтты ғой, бірақ көп болмайды, жолыңыз ашық болсын. Осылай күшті боп, энергичный боп жүре беріңіз. Шаршамай. Рахмет, Алла разы болсын. Осы тойда жалпы барша айтылған ақ тілектің барлығы, сіздердің жаңағы айтқан қорытынды ақ тілектің барлығы періштенің құлағына шалынып қабыл болсын дейміз. Ең бастысы бүгінгі жасаған тойларыңыз тек тойға ұласын. Қошемет, айқай шу! Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып. Ал енді келесі мәселе, екінші ақ дастарханның батасын кім береді? Сол кісіні сайлап тағайындап қойсақ. Или уже сайлап қойдыңыздар ма? Сайлап қойдыңыз ба? Жақсы. Бірер минуттардан кейін өзіңізден сұрайым, атын айтатын болсыз. Әзірге құтты орындарыңызға шығарып саламыз. Ардақты ағайын, алдарыңызда тұрған сусындарыңызды, шайларыңызды көтеріп бір түбіне дейін алып қояйық. Бүгінгі батыр ұлымыздың қуаныш тойы құтты болсын, баршаларыңызға жұғысты болсын. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, онымен қоса тәтті сөзіңді. Енді қадірлі меймандар, қазір бата, одан кейін пока все домой деп үйге кетіп қалмаңыздар. Жаңа ғана Әйгерім жеңгем менің құлағыма сыбырлады. Тамада барлығын айтшы, ешкім ешқайда асықпасыншы деді. Екінші дастарханнан кейін бізде үшінші дастархан. Одан кейін төртінші дастархан. Манты, лағман, кеспе көже бәрін дайындадым деді. Таңға қарай бешпакет, ролтон, доширак өзім қайнатам деді. Айттыңыз ғой, иә дейді, көрдіңіздер ма? Сосын ешқайда асықпаңыздар, бағанадан жинаған сарықтарыңызды қайтадан дастарханға шығарыңыздар. Ойнап айтам, әзіл. Сөздің шындығын айтсақ, расымен де той аяқталған жоқ, аяқталған отырған біздің жұмысымыз аздай болса да көптей көріңіздер. Арасында артық кеткен жерлеріміз бар болса, сіздердің алдарыңызда басымызды иіп кешірім сұраймыз. Бүгінгі тойға
тойға ерекше атсалысқан жандар, әрине де ең алғаш айтар кетеріміз, бүгінгі керемет зәулім сарайымыз Европа мейрамханасының барша ұжымына, әкімшілігіне, аспазшыларына, алдарыңызда жүгіріп жүрген дайыршы ұл қыздарыңызға ерекше алғыс білдіріп, қаттырақ қошемет соғып қояйық. Рахмет сіздерге. Бүгінгі тойларыңызды естелікке, фотоға, видеоға түсіріп жүрген жандар, фотограф, видеограф ұлдарыңызға да ерекше қошемет соғып қояйық. Рахмет. Және де бүгінгі тойларыңызды керемет әуендерімен сүйемелдеп отырған музыкант ұлдарыңыз, қазіргі тілмен айтқан кезде диджей ұлдарыңыз Мубаракқа шапалақ. Және де бүгінгі тойларыңызды басқарған Қарағанды шаһарының асабасы, қазіргі Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласының тумасы, мен жай ғана Дархан Бимағамбет. Рұқсат болса, маған да бір қол қошемет. Демеңіз өнерім аяқталды, осымен жұмысым менің аяқталды, маған да үйге қайтатын уақыт таяп қалды. Осы тойдың әлі талай жалғасы бар, менің де туыс туған танысым бар. Тамада әнші биші керек болса, мен Қарағандымын, хабарласыңыздар. Қош сау болыңыздар, тек қана бақытта, шаттықта, берекеде, тойларда кездескенше. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Ал екінші жақ дастарханның батасы кім? Төлеуғазы ағамыз. Ән айтқан кісі ғой. Ал ата, өзіңіз. Тілеуқасым, Тілеуқасым ақтамыз. Ал өзіңізден бата. Микрофонды өзім ұстайын, сіз екі қолыңыз жеңіз, Микрофонды қайтарып бермейді деп қорқытсын ойдым дейді. Ондай да бар, мінекей, ала қойыңыз. Енді ұстайын ба? Ал, Ильях яуын. Өзім ұстайшы. Сен, саған сенбеймін. Құрметті тойшыл қауым, мынау сәбиіміздің өмірге деген алғашқы аяғы құтты қадам болсын. Абзал азамат, адал адам болсын. Жұртымыз тиіс, еліміз аман болсын. Рахмет, ата. Қолыңыздан алып қойсам бола ма, ата? Сіздің жолыңызды берсін, рахмет. Алла разы болсын. Атама бір қошемет ұрып қойыңыздаршы. Ай, тамаша. Ал, қадірлі меймандар, бір минут, пожалуйста, орнымыздан тұрмайықшы. Бір минут, одну минуту, пожалуйста, можно? Кімде кім, бүгінгі тойымыздың иелері, бүгінгі той себепкерлері, Жарас ағамызбенен Әйгерім жеңгеміздің шаңырағына, отбасына шын жүректен бақыт тілейді сол адам, оң қолын жоғары көтерсінші. Оң қолын, кім шын жүректен бақыт тілейді бүгінгі шаңыраққа? Оң қолымызды бәріміз көтердік па? Енді бетіп болғаңыздар. До свидания, пока-пока. Тойларда жүздескенше. Аман сау болыңыздар. Пойызбен әлде самолетпен тағы шығамын жолға.